Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы сауда жасаймын. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Бейнебаянды мұқият тамашалаңыздар. Ер мен әйелдің өзара айырмашылықтары өте көп, ал сауда жасауда олар бір-бірінен несімен ерекшеленеді? Қыз-келіншектер дүкенге келгенде бірден бірнеше затқа көздері түсіп, ұнаған тауардың бәрін себетіне салады. Олар үшін супермаркеттегі сөрелердің бәрінен алатын зат табылады. Ал жүріп өткен жолдары дәл бір лабиринт сияқты. Ал ерлер дүкенге кіргенде нақты керекті тауарды ғана алады. Басқасына мән бермейді. Тиісінше дүкендегі жүріп өткен жолдары әйелдердікіндей күрделі емес. Екеуінің тауарды таңдаудағы айырмашылығы да мүлдем бөлек. Мысалы, қыздар қауымы сусабынды таңдағанда, оның лаванда, апельсин, раушан гүлі сияқты хош иісіне, жарамдылық мерзіміне де мән береді. Дәл сол сияқты бальзам мен душқа арналған гельді алғанда да оған талғамен қарайды. Маған сусабын керек, душқа арналған гель керек. Ал жігіттер? Оларға бәрібір. Олар үшін сусабын бальзамның, душқа арналған гельдің де рөлін атқара береді. Үшеуі біреуінде. Нағыз керек осы. Тамақ алатын кезде әйел заты әдетте күріш, күнбағыс майы, макарон сияқты тағам әзірлеуге керекті тауарларды сатып алады. Ал жігіттер көбінесе жартылай дайын тағамдарды алады. Кейде мынадай жағдайда болады. Дауысың мүлдем естілмейді. Алло. Естілді. Айталаш, бір қап ұн. Күріш. Тәтті-мәтті. Алло. Сосын макарон, Сонда мұның бәрі бар ғой да үйде? Нан ғана керек па қазір онда? Кассадағы кезек. Әйелдер мұндай кезде де босқа тұрмай касса жанындағы заттарды ала бастайды. Ал егер одан кейінгі адамдар өтініш жасаса, кешіріңіз, мен де мына жақта тұрмын. Келісуі екі талай. Енді ол да үндемей күтіп тұр ғой, кезекті сақтаңыз. Әрине. Ер адамдар болса керісінше, осындайда жомарттығы ұстап, бәрін алдына өткізіп қойып тұра береді. Әрине. Нәзік жандылар сауда жасауға келгенде өздерінің нәзік жанды екенін естен шығарып алады. Алуын алып алып, заттарын көтере алмай әлек болады. Ал ерлерде ондай мәселе жоқ. Сәлем, Абай, қалайсың? Қаланы қайдан келесің? Кеше қонақ шақырып қойғаның ба? Соған азық-түлік алып. Сен не істеуірсің? Рысу өзіме керек. Анау-мынау. Мен сүтті ұмытып кетіппін. Сендердің осы әдеттен жаман. Жоқ, енді үйден шығар кезде сымның басына қақ етіп жазып көрмейсің бе? Сол үшін барып едім дүкенге.
құрметті қыз келіншектер, дүкенге барар алдында қажетті заттарыңызды бір параққа алдын ала жазып қойыңыздар. Сонда шығын да аз болады, уақытты да үнемдейсіздер. Бір мәселе. Түрлі әрекет ер мен әйелде. Жүр енді, түсімді алайық. Міне білім алушылар, ұсынылған бейнебаянды тамашалай отырып, сендер сауда жасаудың бірнеше ережелерімен, қыр-сырымен таныс болдыңдар. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып, көңіл күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу. Сабақтың бағалау критерийлері. Тақырып аясында жаңа сөздерді дұрыс қолданады. Деректер келтіре отырып, сөз этикеті формаларын орынды қолдану арқылы дәлелді жауап береді. Жазылым барысында өткен шақ етістіктерін орынды қолданады. Олай болса, балалар, іске сәт. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударыңдар және мұқият қайталаңдар. Айналым, оборот, кіріс-шығыс, доход-расход, табыс, доход, сапа, качество, сауда-саттық, торговля, ұтымды, прибыльный, сауаттылық, грамотность, қолма-қол, налично, әркім, каждый. Балалар, тапсырма орындамас бұрын тілдік бағдар, өткен шақты еске түсірейік. Қазақ тілінде етістіктің 3 шағы бар. Осы шақ, келер шақ, өткен шақ. Етістіктің өткен шақ формасы 3 түрлі жолмен жасалады. Бірінші, жедел өткен шақ. Екінші, бұрынғы өткен шақ. Үшінші, ауыспалы өткен шақ. Жедел өткен шақ етістікке ДД, ТТ жұрнақтарыны және жіктік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мәселен, мен бардым, сен келдің. Екінші, бұрынғы өткен шақ етістікке ған-ген, қан-кен, ып-іп жұрнақтарымен жіктік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мәселен, мен барғанмын, мен барыппын. Үшінші, ауыспалы өткен шақ. Етістікке атын етін, итін итін жұрнақтарына жіктік жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мәселен, мен баратынмын. Өткен шақ орыс тілінде прошедшее время. Олай болса, тапсырмаларды орындайық. Оқулықтарында берілген екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Етістіктерге өткен шақтың жұрнақтарын жалғап, жіктеңдер. Берілген етістіктер: бару, келу, таңдау, сыйлау, ұмытпау, ескеру, алу, қаптау, безендіру, салу, жазу, өзінің бір бөлшегін салғандай болады. Мұқият орындаңдар, балалар. Келесі тапсырма. 34-ші бет, 4-ші тапсырма. Оқулықтарында берілген мақал-мәтелдерді көшіріп жазып, морфологиялық талдау жасаңдар. Берілген мақал-мәтелдер: саудада достық жоқ. Базарда бәрі бар, ақшасыз ешкім бермейді. Арзанның жілігі татымас. Сауданың түбі борыш. Іске сәт, балалар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымды қорытындылаймын. Сендерден кері байланыс күтемін. Берілген сұрақтарға жауап беріңдер. Сен сауда жасай аласың ба? Сенің ойыңша сауда жасау деген не? Сен ақшаны үнемдеп ұстайсың ба? Жауаптарыңа рахмет, балалар.
Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.